Баршаңызға сәлем, сіздермен Жанар Баймырзаева. Бүгін 8-ші сынып оқушылары үшін металдар белсенділігін салыстыру бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: металдардың сумен әрекеттесуі. Берілген кестені қажетті сөздермен толықтырыңыз. Калий сумен әрекеттескенде металдың белсенділігі жоғары. Келесі металымыз мырыш. Мырышпен орташа. Алтынмен төмен. Түзілген өнімдер: калийде калий гидроксиді және сутегі газы бөлінеді. Мырышта мырыш оксиді және сутегі газы бөлінеді. Алтын бізде сумен әрекеттеспейді. Неліктен табиғатта алтынның бос күйінде кездесетін, ал мырыштың бос күйінде кездеспейтінін түсіндіріңіз. Себебі алтын белсенділігі төмен. Мырыш белсенділігі жоғары. Сондықтан ол қосылыс күйінде кездеседі. Неліктен ертеректе темір ақша жасауда күмісті пайдаланды? Себебі күміс бізде белсенділігі төмен. Және белсенділігі төмен болғасын коррозиядан қорғау үшін күмісті қосып отырған. Металдар коррозиясын алдын алу үшін бір ұсыныс жасаңыз. Басқа металмен қаптау. Металдардың қышқылдармен әрекеттесу белсенділігі әртүрлі. Төменде берілген реакция теңдеулерін жазыңыз. Мырыштың сұйытылған тұз қышқылымен. Нәтижесінде мырыш хлориді және сутегі газы бөлінеді. Магнийді дәл осылай. Магний хлоридін және сутегі газын бөле отыра әрекеттеседі. Келесі үшінші: күміс бізде сұйытылған тұз қышқылымен реакцияға түспейді. Себебі күміс бізде бекетіптің кернеу қатарында сутектен кейін орналасқан. Қышқылдың құрамынан сутекті ығыстыра алмайды. Оқушы химия зертханасында металдар мен тұздарды пайдалана отырып тәжірибе жасады. Металдар мен тұз ерітінділерінің арасында мүмкін болатын реакция теңдеулерін анықтаңыз. X реакция жүрмейді, В реакция жүреді. Мырыш сульфаты мен мыс реакция жүрмейді. Мырыш сульфаты мен қалайы жүрмейді. Мырыш сульфаты мен магний реакция жүреді. Бекетіп қатарын қазір ашылайын. Маған қарап отырайық. Сонымен мырышпен бізде қалайын арасында жүрмейді. Ал магний бізде мырыштан бұрын орналасқан, сол үшін реакция жүреді екен. Темір мен мыс реакция жүрмейді. Қалайы мен темір жүрмейді. Магний мен темір бізде жүреді, себебі магний темірден бұрын орналасқан. Қорғасын мен мыс арасында реакция жүрмейді. Қалайы мен қорғасын арасында реакция жүреді. Қалайы қорғасыннан бұрын тұр, магниймен де жүреді екен. Мүмкін болған реакция теңдеулерін жазып шығайық. Қалайы мен бізде магний мен мырыш сульфаты. Мырыш сульфаты дегеніміз С4 плюс магний. Нәтижесінде магний С4. Магний бізде мырыштан бұрын бекетіп қатарында орналасқандықтан мырыш сульфатының құрамынан мырышты ығыстырып жібереді. Келесі темір хлориді феррум хлор 2 плюс магний. Магнийде дәл солай темірді ығыстырып жібереді. Нәтижесінде бос күйінде темір бөлінеді екен. Қорғасын нитратты. Осыған қалайыны қосамыз. Нәтижесінде қалайы нитраты және қорғасын бөлініп шығады. Қорғасын нитраты дәл осылай магниймен де әрекеттеседі. Нәтижесінде магний нитраты және қорғасын бөлініп шығады.
қандай белгілеріне байланысты орын басу реакциясы жүретінін анықтаңыз. Металл белсенділігіне байланысты. Алынған мәліметтер бойынша металдардың белсенділік қатарын құрастырыңыз. Ең көп реакция жүретін металл магний бізде бірінші тұрады. Одан кейін көп реакция жүріп тұрған бізде екінші орында қалайы. Үшінші орында мыс екен. Осы жазып қоямыз. Сұрақтар болса комментарий бөліміне қойып кетсеңіздер, жауап беретін боламын.